Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Ең соңғы жаңалықтарды алғашқылардың қатарында білгіңіз келсе, біздің арнамызға жазылып, бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Лайк басқан қолдарыңыз Кабатулланың қабырғаларын ұстасын. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Тамара Дүйсенова үкімет отырысында Қазақстанда әйелдерді жұмыспен қамту және әлеуметтік қолдау бойынша жүзеге асырылып жатқан шаралар туралы айтып берді деп хабарлайды Бақ КЗ. ЕХ-АКМ басшысы сөз басында республикада 4,3 миллион жұмыспен қамтылған әйел бар екенін, бұл жұмыспен қамтылған халықтың жалпы санының 48%-ын құрайтынын атап өтті. Әйелдердің 35%-ы сауда және қызмет көрсету саласында, 32%-ы білім, денсаулық, сақтау және ғылым саласында, 14%-ы өнеркәсіпте, құрылыста және көлікте, 9%-дан астамы ауыл шаруашылығында жұмыс істейді. Ал ағымдағы жылдың 2 айында бұл көрсеткіш 92 мыңнан асты деп хабарлайды Тамара Дүйсенова.